Сәлем достар, сіздермен үй жағдайында өте керемет болып шығатын, тез арада дайын болатын ірімшіктің рецептісімен бөлісемін. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Менде 2 литр сүтке 1 граммдық дрожжды септім. Мендегі дрожждың түрі осындай, сіздерге жақындап көрсетейін. Осыдан кейін араластырасыздар қасықтың көмегімен. Сосын жылы жерге бетін жауып 15 минутқа қоясыздар. 15 минут өткеннен кейін міне видеодағыдай ұйиды. Сүт ұйығаннан кейін осылай көресіздер, қасықпен қоюланады. Қоюланғаннан кейін пышақпен міндетті түрде 4-ке бөліп алыңыздар. Бөлгеннен кейін баяу отымызға қоямыз. Менде қайнау уақыты 4 сағат. Бірінші уақытта көріп тұрғандарыңыздай 4-ке бөлдім. 4-ке бөлініп ірімшігіміз дайын бола бастайды. Яғни сары су бөліне бастайды. Міне қасықтың көмегімен көрсетейін сіздерге. Одан кейін барып 3 сағат өткеннен кейін бізде сарғая бастайды. Тура осылай сарғайып толық піскеннен кейін барып бірақ ірімшігіміз дайын болады. Оны сүзудің қажеті жоқ. Қасықтың көмегімен алып керемет ірімшіктер дайын болады. Міне бар болғаны аз уақыттың ішінде бізде керемет ірімшік дайын болды. Сіздерге үй жағдайында жасауға кеңес беремін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Сіздермен болған Жұлдыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.